Ал, ас болсын. Қызметші, сен барып магазиннен продукт алып кеш. Неге дәл қазір ме? Иә. Шай ішіп жатырмыз ғой, оның үстіне шай қойып отырмын. Сенің міндетің біздің айтқанымызды жасау. Сен барып алып кел, менің қазір жегім кеп тұр. Жарайды, шайды кім құяды? Өзім-ақ құям, әпкел. Жарайды, списігі бар ма? Иә, мен оны столдың үстіне қоя салғанмын, списігін. Жарайды. Қызым, неге үйттің? Шай ішіп жатыр еді ғой. Енді ну что? Біздің айтқанымызды тыңдау керек қой. Оның үстіне ақша төлейміз ғой оларға. Ят болды ғой сонда да. Мама, қойшы, оның сөзін сөйлемеш. Мен қазір келемін. Мама, өзің шай қойып отыршы. Қызым қайда? Қазір. Кіріңіздер. Қай бөлмеге камераны орнатамыз? Жүріңіздер, көрсетемін. Қызым, қайда кетіп қалдың? Қазір үйге камера орнатып жатыр, соларды қарсы алдым. Камераны не үшін орнатып жатсың? Мен сізге дәлелдеймін деп едім ғой. Қызым, бәрібір ештеңе болмайды, ол жап-жақсы қыз, мен білем ғой оны. Вот именно білмейсіз. Қойыңызшы, мама, білмесеңіз олай айтпаңыз. Балаларға қарасаңызшы, қызметші келмей жатып олардың көңіл-күйлері нормально болып, ойнап, күліп, сөйлеп жүретін. Қазір вообще көңіл-күйлері түсіп кеткен, оның үстіне сөйлемейді. Оның үстіне тіпті ұрған. Қой, қызым, сандырақты айтпа. Ұрмаған ғой, өзі айтты, қолын ұрып алдым деді. Иә, қызым? Иә, қолымды ұрып алғанмын, әпке. Жақсы, біз болдық орнатып. Жақсы, сау болыңыздар. Ал, біз кеттік жұмысқа. Алихан, кеттік. Мына продуктысының көбін-ай. Ей, не отсың? Бол, жина үйді. Бол! Кішкене демалып едім. Тұрай, сені диваннан, бұл менің диваным. Сосын ана алып келген продуктының орнына қой, ана жалмауыз әпкең мені қайта-қайта жұмсап қоймады ғой. Не тұрсың, бол, жаса. Менің әпкем жалмауыз емес, и вообще сен келмей тұрып бізде бәрі жақсы болған. Сосын бұларды жасау менің міндетім емес, сенің міндетің емес пе? Сен осы үшін ақша алып жүрген жоқсың ба? Не тұрсың, жасама. Ей, мынаның қара, мынаның духы жетіп қапты ғой маған. Қазір таяғымды алып келейін, сені өлтірем тұр. Ал, таяқ жейсіңдер менен. Аяғым-ай, аяғым. Телефоным қайда, подругамен сөйлесейін. Мен барып ұйықтаймын, ал сен болсаң үйді мұнтаздай қылып жинап қой. Бірде-бір шаң жатпайтын болсын. Әтпесе таяқ жейсің. Солайша ол үйдің бәрін жинады. Ал ол болса рахаттанып тұрып ұйықтады. Сөйтіп жүріп кеште батты. Қатты асығып тұрмын. Уже келді ма? Так. Кіріңіздер. Ой, айналайын, жаным. Осы қыз молодец, бізді күнде қарсы алып алады. Өте жақсы қыз. Көрерміз. Мама, папа, барлықтарыңыз жүріңіздерші, өтінем, срочно. Жарайды, не болды бірақ? Жүріңіздер, көресіздер өздеріңіз. Жарайды, көрейік. Не болды екен? Иә, не болды, көрсет. Так, бастаймын, қараңыздар. Ей, не отсың? Бол, жина үйді. Бол! Ана жалмауыз әпкең мені қайта-қайта жұмсап қоймады ғой. Менің әпкем жалмауыз емес, и вообще сен келмей тұрып бізде бәрі жақсы болған. Масқара, мынау деген масқара ғой. Мынау не сұмдық? Жоқ, сіздер олай түсінген жоқсыздар, ондай емес мүлдем. Өтінемін, кешіріңіздерші мені. Оңбаған, жоғал біздің үйден. Мен саған сеніп жүрдім ғой. Еще мені жалмауыз деп қояды, қазір көрсетем саған кім жалмауыз екенін. Менің қызымды сабапты ғой, қаяқта таяқ, мен де сені сабайын. Ұялмай тұрғанын қараш. Жоқ, сіздер дұрыс түсінбей қалыңыздар. Өтінемін, кешіріңіздерші мені. Жоқ, жүр, біздің үйден жоғал. Сауап өзіне сол керек. Оңбаған екен ғой. Жоғал. Ай, ұрмаңыз. Мына сумкаңды ал да жоғал. Өтінемін, кіргізіңіздерші мені, басқа жерім жоқ, өтінемін. Бұндай өтірікшілерді сабау керек негізі. Менің басқа баратын жерім жоқ қой. Енді не істеймін, қайда тұрамын? Қызым байқұс қол аяғынан ұрыпты ғой сенің.
Қорықпай маған айта бермедің бе? Мен бәрібір оның шашын жұлатын едім. Білмеймін, қатты қорықтым ол мені ұрғанның кесірінен. Болды қызым, қорықпа, енді ондайларды үйге кіргізбейміз. Қызметші жағын өзім қарастырам. Сендерді ойнатпақ түгілі тамақтарыңды да бермепті ғой. Байғұс қарның ашып қалған шығар, иә? Иә, кішкене ашып қалды. Жүр кеттік, шайыңды берейін сен. Мына әпкесі жалмауыз десе жалмауыз екен. Басқа үйге қызметші болып жалданып көрейін. Міне, шайыңнан іше ғой. Жақсы, әрі сенімді қызметші табылған кезде, сол кезде ғана жұмысқа шығам. Ал қазір мен балаларға қараймын, сосын ертең жұмысқа бара алмаймын. Жақсы, онда тіпті жақсы болатын еді. Міне, надан жей ғой.